Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен самсаның тағы да бір түрімен бөліскім келеді. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай самсаның қамыры өте жұмсақ әрі дәмді болған. Бұл самсаның аты раушан самсасы. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды және дәміне қарай тұз себеміз, 200 грамм ерітілген сары май және де 200 грамм қаймақты салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Енді 400 грамм ұнға 1 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз. Келесі дайындап қойған консистенциямызға жаңағы ұнымызды сала отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Бізде осындай видеодағыдай жұмсақ қамыр иленуі керек. Келесі самсаның салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм фарш және де 2 бас пиязды алдын ала турап, жаңағы фаршқа салып, содан кейін дәміне қарай тұз және бұрышын салып, араластырып аламыз. Келесі қамырды 3 бөлікке бөліп аламыз. Қамырдың әрбір бөлігінен кішкентай дөңгелек бөліктерді кесеміз. Кесілген кішкентай бөліктерді видеодағыдай қолмен дөңгелектеп аламыз. Енді бөлінген бөліктерді оқтаумен жаямыз. Қамырдың қалыңдығы видеодағыдай болу керек, шамамен 2 мм. Келесі дөңгелетіп жайылған қамырымыздың бір шетін видеодағыдай кесеміз. Кесілген қамырдың шетіне үлкен ас қазықпен жаңағы салмамызды саламыз да, оны видеодағыдай барынша дөңгелетіп орап шығамыз. Енді фарштың осылай көрініп тұрған жерін қамырды біріктіру арқылы жауып шығамыз. Келесі қамырдың бөлініп тұрған шетін қолымызбен ақырындап қайырып шығамыз. Келесі қалған қамырларды жайып, оның ішіне салмасын салып, дәл видеодағыдай қайталасаңыздар, самсаларыңыз керемет болып шығады.
Енді самсаның қайырылған шетіне макты қолымызбен осылай сеуіп шығамыз. Келесі оралған самсаларымыздың бетін жұмыртқаның бір сары бөлігін және де бір шай қасық сүтті араластырып, әрбір самсаға осылай жағып шығамыз. Келесі самсаларды духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Міне достар, біздің самсаларымыз осылай пісті. Өздеріңіз видеодан көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте жұмсақ болып піскен. Достар, менің жұмысымды бағалап, мені қолдап, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.